Сәлеметсіздер ме, құрметті қонақтар, аяулы аналар, асыл әжелер, қызғалдақ қыздар. Көңілдеріңізді көктем шуағындай сезім мен нұр құйып, 8 наурыз халықаралық әйелдер мерекесі де келіп жетті. Осынау көктем мерекесінің қай кезде де орны бөлек. Өйткені аналарға ыстық сезім, алғыс пен құрмет ешқашан сөнбек емес. Ендеше көктемнің алғашқы күндеріне арналған Балдырған ересек тобының "Ана біздің гүліміз" атты ертеңгілігіне қош келдіңіздер. Балдырған ашым әнін қабыл алыңыздар. Şilan açıp koyarım. Kızı bence koyar. Evet bileyim.
Саламатсыздар ма, балалар? Қандай мереке болып жатыр сендерге? Мен мына сыйлық шарап көріп жүрсем, бір қандай мереке екенін ұмытып қалдым. Бүгін деген құстар күні шығар, иә балдар? Құстардың мерекесі ма бүгін? Ай, онда ғарыштардың мерекесі. Қандай дейсің, туған күнім дейсің ба? Аналардың мерекесі екен. Аналарымыздың, әжелеріміздің, сұлу қыздарымыздың мерекесі, иә балдар? Мына жерде сендерге екі сұлу қыздарға екі шарап берген екенмін. Ал мына сыйлығымды сендерге сыйлайыншы бұл. Менің сыйлығым ұнады ма сендерге? Ұнады. Ендеше балалар, әжелерімізге ән арнап береміз ба? Ал кәнекей дауыстан шығарамыз. Айналайын әйелге, бақыт байлық әпере. Өмірі өзіңнің, көрмеген көзіңнің. Алтын әкешім, ынсаларың көкешім. Балалардың бағына әрқашанда келесің. Әже тайын, еркелеп қарайын. Сен жүрген ортада бақыт деп санайын. Әже тайын, еркелеп қарайын. Сен жүрген ортада бақыт деп санайын. Айналайын әкешім, өзің алама әжем. Маңдайымнан сипайсың, әлі менің әжем. Өзіңнің бір ертемін, қуанар кешіртемін. Бақытымын сыйлада, айдай әже көркемін. Әже тайын, еркелеп қарайын. Сен жүрген ортада бақыт деп санаймын. Әже тайын, еркелеп қарайын. Сен жүрген ортада бақыт деп санаймын. Анасы. Анам болса қасымда бастап-ақ неге? Анашым жүрегі мейірімді ғой, керемет. Сұлулықтан жаралған сауын таң бетім. Мені адай анамнан атқан сұлу бар ма екен?